Сәлем достар, біз бүгін сіздермен атеросклероз ауруы туралы талқылайтын боламыз. Атеросклероз дегеніміз липидтер алмасуының бұзылуы нәтижесінде қан тамырлардың, соның ішінде ең жиі коронарлы артерия қан тамырларының интима қабатына атеросклероздық бляшканың пайда болуымен сипатталатын созылмалы ауру. Осыған орай біз қан тамырлардың үш қабатын білуіміз қажет. Олар туника экстерна, туника мускулярис және туника интерна, немесе сыртқы қабатын адвентиция, ортаңғысын интима және ішкі қабатын эндотелий қабаттары деп қарастырсақ болады. Атеросклероздық бляшканың пайда болуына әсер ететін бірден-бір фактор бұл тығыздығы төмен липопротеидтердің қан тамырдың интима қабатында жиналып қалуымен сипатталады. Тығыздығы төмен липопротеидтер эпителиалды жасушалар арқылы қан тамырдың интима қабатына енеді. Оларды жою мақсатында макрофагтар іске қосылады. Осы кезде туника интерна және туника мускулярис арасында атеросклерозды бляшкалар пайда болады. Бляшканың құрамында макрофагтар тығыздығы төмен липопротеидтерді жою мақсатында пенистаяқ клеткаға айналып, артерия қабырғасын тарылтады. Жүректің барлық ишемиялық ауруларының бастамасы осы атеросклероздан басталады. Зақымдалған қантамыр қабырғасына эпителиалды жасушалар жинақталып, ол жерге тромбоциттер келеді және әр тромбоцит өзінің фибриндік жіпшелерін іске қосады. Сол фибриндік жіпшелер арқылы эритроциттерді қармап, сол жерде тромбтардың пайда болуына алып келеді. Тромбтар жиналған жерде артерия қабырғасы тарылып, жүректің ишемиялық ауруы дамиды. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы, келесі видеода кездескенше.